Салем достар. Бүгін біз сендерге әйнектен жасалған үй деп аталатын ғылыми фантастикалық фильмді айтатын боламыз. Фильмде белгілі бір улы зат, яғни ауа арқылы таралатын ауру туралы түсірілген. Ауру адам ағзасына енгеннен кейін адамдар есте сақтау қабілетін жоғалтып, сонымен қатар ақыл-ойдың ыдырауы туралы айтады. Фильм өте қызықты, сол себепті жайғасып отырып алыңыз. Ал біз бастадық. Сыртқы әлемнен оқшауланған, әйнектен жасалған үйде өмір сүруге бейімделген 3 қыз және бір ұлдың анасы бар отбасы өмір сүреді. Олар өсімдіктерден тыныс алу үшін қажетті оттегін шығарады. Қыздар өз үйлерін мұқият қорғайды. Олар үйге жақындаған тірі жанды атып өлтіреді. Өлген денелерді қыздар шұңқырға тастайды. Гей бұл үйдің жалғыз жігіті, ол жылыжайдың ішінде отыр. Гей бір рет уланған ауаны жұтады. Содан бері ол есте сақтау қабілетін ұмытып, өзін басқара алмай қойған. Дейзи қыздардың кішісі, ол анасына әпкелері тағы бір жынданған адамды атып өлтіргенін айтып мақтануда. Қыздардың анасы тағы бір есінен танған адамды өлтіргендері үшін қыздарынан мақтан тұтуда. Әйел қасиетті рәсім үшін отбасын жинайды. Балалардың әрқайсысы дұға оқиды, бір тал шашын жіппен орап, өсімдіктер арасына көмеді. Және өлген адамдардың заттарын қорапқа салып алып қояды. Сөйтіп олар өмірлерін жалғастырады. Түнгі күзетте отырған би, ара бұталардағы бір қозғалысты байқайды. Оның алдынан бір адам шығады. Жігіт противогазын шешеді, содан кейін есінен танып қалады. Би оны сүйреп үйге алып келеді. Анасы олардың үйінің бірінші және негізгі ережесін еске түсіреді. Мұнда бейтаныс адамдарды кіргізбеу керек. Дегенмен қыздар ер адамның дені сау болуы мүмкін деп санайды. Қыздар анасын жігітті үйде қалдыруға көндіреді. Содан кейін олар жігіттің жарақаттарын емдей бастайды. Таңертең қыздар бейтаныс жігітті тексеріп, жігіттің қаншалықты жағдайы ауыр екенін көріп жатады. Би ойға беріліп жігіттің аяғын сылай бастайды. Би сіңлісі Дейзиді патрульге жібереді. Сол кезде бейтаныс көзін ашады, қыз қорқып кетеді. Раундтан оралған анасы жігітке сұрақтар қоя бастайды. Әйел жігітті танымаған үшін қауіпті деп санайды. Сол себепті жігітті уақытша аяқ қолын кісендеп қояды. Енді ол жұмыс істеуі керек, өйткені бұл жалқауларға орын емес. Келесі күні Дейзи оған кітаптағы суреттерді көрсетіп, жануарларды көрдің ба деп сұрайды. Бірақ әйел жануарлардың түгел қырылып кеткенін еске салады. Ер адам қорада жұмыс істеп жатқанда, сыртта кіріліп жатқан Эвиге қарайды. Ал қалғандары өлген адамның денесін бөліктерге бөліп көміп жатқан еді. Ер адамға би жеміс-жидектерді алып келеді, және бұны өздері өсіріп жатқанын айтып мақтанады. Ертесіне жігіттің жарақаттарын тағы емдейді. Қыздардың анасы ер адам тез күнде жазылып кететінін айтып қуантады. Жігіт Дейзимен сөйлесе отырып, олардың ең үлкен ағасы Луку тірі қалғандарды іздеуге кетіп, сол күйі оралмағанын біліп алады. Барлығы сыртта жұмыс істеп жатқанда Гейб жігітке жақындайды. Бейтаныс адам Гейбге ағаштан ойып жасаған атты көрсетеді. Фигураны бірнеше бөліктен құрастыру керек. Оны Гейб орындай алмайды. Сондықтан бала ашуланып, бәрін қиратуға кіріседі. Қыздар Гейбді тыныштандыруға тырысады, бірақ бала әпкесін ұрып жібереді. Балаға ер адам жүгіріп келіп, оны жерге басып, тыныштандырады. Сол сәттен бастап жігіттің аяқ қолындағы кісендерді алып тастайды. Қыз кешке ұйықтар алдында інісі Гейбтің соққысын іздеріне қарап тұрады. Сол кезде ер адам қыздың қасына келіп көмектесуге тырысады. Жігіт қызға еліктей бастайды. Бірнеше күннен кейін жігіт бимен бірге ағашта патрульде болады. Уланған адамды байқаған қыз оны көздейді. Ал жігіт бұл кезде биді артынан құшақтап, қолын екі аяғының арасына апарады. Жылыжайға кірген Эви, оның әпкесімен жігіттің кекс жасап жатқанын көреді. Қыздың құмары оянып кетеді. Басын көтерген Эви, жігіттің көзіне көзі түседі. Қыз қашып кетеді. Ер адам Эвиді кездестіргенде, ол қыздан көргенін ұнады ма деп сұрайды. Эви ашуланып қолындағы затты лақтырады. Жалғыз қалған ер адам қорапты табады. Ішіндегі фонарь батареяларын, сондай-ақ Дейзидің бұрынғы жігіті Хенс деп аталатын медальонды байқайды. Би жігітті келесі ритуалға келеді. Бірақ бүкіл рәсім киелі болып саналады. Сондықтан олар жігіттің кетуін сұрайды. Жігіт ритуалға қатысқысы келетінін және ол барлық дәстүрлерді білетінін айтады. Эви жігіттің олар үстінен басқармақшы болып жатқанын айтады, және бұл оған ұнамайды. Анасы қыздарды тыныштандырады. Бірақ би жігіттің жанын алып оған қолдау көрсетіп тұрған еді. Сіңлісінің сөздеріне Эви ашуланып кетіп қалады. Кешкі астан кейін қыз анасының бөлмесіне келіп, шындықты одан басқа ешкім көрмей ме деп сұрайды, және анасына ренжісін білдіреді. Ал бұл уақытта би Гейбтің төсегінде ер адаммен жыныстық қатынасқа түседі. Бірнеше күннен кейін отбасының анасы көшеде кір жуып жатқан кезде, бидің іш киімінен оның ай күні келмегенін байқап, қыздың 2 қабат болғанына көзі жетеді. Би анасының қасына келіп өзін бақытты сезінетінін айтады. Анасы қыздан балаға зиян келтірмеу үшін өзін өте мұқият ұстауды айтады.
Би жүктілік туралы естігеніне өте қуанышты. Дегенмен анасы олардың үйінде тағы бір артықша адам пайда болса оттегімен қамтамасыз ету өте шектеулі екенін және проблемалар туындауы мүмкін екенін ескертеді. Бірақ би баладан бас тартқысы келмейді, сондықтан әйел қызға кімді қалдыру керектігін айтады. Әдеттегі дозорға барғанда би ер адамға жүктілігі туралы айтады, сонымен бірге жігіт үйден кетуін анасы талап етіп жатқанын айтады. Ертесіне жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан жігіт Гейбпен сөз таласып қалады. Гейб жынданып қолындағы ағашты лақтырады, салдарынан әйнек сынып улы ауа ішке кіре бастайды. Қыздар тездетіп сынған әйнекті жабады. Анасы ер адамдан күдіктенеді, себебі Гейб 2 рет жынданған кезде ол адам қасында болған. Сол себепті анасы ер адамдың үйден кетуін талап етеді. Ер адам қыздардың қасына келіп қоштасады. Бұл уақытта әйел Гейбті ұйықтатып кетіп бара жатқанда ер адам қасынан шығады. Ер адам әйелден оны не үшін жек көретінін сұрайды. Әйелдің әлсіз тұрғанын көріп оған шабуыл жасайды. Ер адам әйелді сол жерде өлтіреді. Жігіт мәйітті Гейбдің бөлмесіне сүйреп апарады. Жігіт әйелді өлтірген батареяны Гейбдің қасына қойып кетеді. Оянған Гейб анасының өлген денесін көреді. Жігіт бөлмеге кіргенде бала оған қарай шабуылдайды. Қыздар ағасының мұндай әрекетті жасай алатынына сенбейді. Бірақ бидің айтуынша Гейб соңғы уақытта қорқынышты әрекеттерді жасап жүргенін айтады. Сол себепті әйелді Гейб өлтірген деп санайды. Жігіт баланы төсекке байлап айнаны ашады және улы ауаны кіріп баланы қинайды. Бұл уақытта қыздар өзара ұрсып, есін жия алмай тұрады. Би әпкесіне бір шындықты мойындайды. Бір кездер ол әдеттегі дозорда тұрғанда байқаусызда ағасын атып қойғанын айтады. Содан кейін ол денені ешкім көрмесін деп жерлеп қойған екен. Сол уақытта би скафандрды шешіп, улы ауа жұтып барлығын ұмытқысы келгенін айтады. Бірақ та есінен сол бір күн еш кетпеді екен. Иви барлығын бірге ұмытамыз деп әпкесін жұбата бастайды. Бірақ би бас тартып, әпкесін тартып көшеге алып шығуға тырысады. Сол уақытта жігіт келіп оларды ажыратады. Би ол екеуіне қарап, жалғыз өзі улану үшін көшеге шығып кетеді. Ивиді ұстаған жігіт қыздан өзі үшін өмір сүруді айтады. Осы кезде Дейзи пайда болып, оларға Гейбге бірдеңе болғанын хабарлайды. Сол сәтте бөлмеге би келеді және сіңлісінің қолынан ұстап сыртқа алып шығып кетеді. Енді би мен Дейзи де улы ауаны жұтып алды. Улы ауа отбасының санасын жаулап алғанын көрген Иви қатты қиналады. Енді ол отбасы туралы естеліктерді жалғыз өзі алып жүруге тура келеді. Жігіт естеліктерді қызбен бірге еске алуға уәде береді. Жігіт Ивиді ұстап алып, оны төсекке қысады. Бұл жолы қыз өзін ұстап тұра алмайды. Сөйтіп ертесіне анасымен қоштасарда әркім өз рөлдерін бөліп алады. Жігіт үйдің патшасы, ал Иви ханшайым, би әпкесі, Дейзи қызы, Гейб олардың ағасы. Отбасы өз өмірін жалғастыруда. Би скафандрдан бас тартып, әрқашан ұмытшақ болуды жөн көрді. Иви әпкесі босанған бала көшеде жігіт сияқты тыныш тыныс алады деп үміттенеді. Гейб аулада қазып жүріп ағасы Левидің жерленген қарт денелеріне тап болады. Бірақ ол есіне ештеңе түсіре алмайды. Осы кезде патрульде отырған ер адам бұтақтар арасынан бір жігітті байқайды. Ол бейтаныс адамды көздейді. Бірақ кейін оның противогаз киіп алғанын байқап, оқты Гейбқа қаратып атады. Және сол жерде фильм өз соңына жетеді. Фильм туралы не ойлайсыздар? Пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Достар, тағы да сол сияқты фильмдерді көргіңіз келсе арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық.